No. Так, Руссавиден Тбилисиге ЖД вокзалға дейін темір жол вокзалы. Осыға дейін 2,5 ларидан осы маршруткамен жетіп аламыз. Ар жақта пожар болып отыр. Хотиға жол тарттық. Қазір Хотиға қарай маршруткаға отырамыз. Дальше машинаны күтіп аламыз. Сіздерге барлығын толығынан көрсетеміз. Бірге болыңыздар. Кеттік. Қазір вокзалдың ішіне кіріп, 3-ші этажға көтерілеміз. Ар жағына көтереміз. Жоқ, мынандай маршрутка жүреді 25 ларидан. Вокзалдың 3-ші этажына көтеріліп, сол жақ беттен шықсаңыздар, осы жерде Потиға баратын жаңағы спринтерлер барлығы. Мына жерде Батумиға барады, Зигдудиға барады. Олар 25 ларидан Потиға дейін барады. Осыған міндік. Потиға кеттік. Знақты лайнның терминалдар. Солай барамыз. Өтіп кетейік. Мына жерден қазір документтерді бәрін тексерді. Қазір осы жерден қағаз береді, барып ақшасын төлейміз. Сосын бізге машинаны шығарып береді. Документтеріміз берді. Так, 170 лари шығарып берді. 20 вроде. Қазір там разница есть? Нет? Қазір осыны банкке төлейміз ақшасын. $224 лари шықты. Қазір осыны төлейміз. Бізге машина беретін болды. Машина тексеріп аламыз. И номер тағып жолға шығамыз. Все, мазалы. Сюда или куда? Чекті өткіздік. Енді машинаны аламыз. Мінекей қарымен машиналарды шығарып отыр. Окошқа документімізді өткіздік. Чек апатлардан қазір мына жерден бір адам өтіп, арғай осмотр жасап, машинаны қабылдап алады. Қазір біздің машинаны қарымен шығарады. Күтіп тұрмыз. Так, мінекей біздің машинаны алып келе жатыр. Қазір қарап тексеріп алатын боламыз. Да, вроде все. Сейчас посмотрим. Так, машинаның келген состояниесі. Мына жерге ашылмайды деп жазып қойыпты. Лобовойлары сау, люктары сау, дөңгелектері барлығы сау. Так, крыло, айна, ручка, диск. Так. Бамперлердің бәрі орнында. Фаралары сау.
ешерден ешқандай зақым тимеген. Фотода қалай, тура солай. Бұл жер егер сынған болса, бұлар төлеп береді, себебі страховкамен жасалынады. Так, мынандай жіптер ағып кетті бірақ. Оның ішінде так, алып тастадық. Так, повреждениесі мынау. Есігі, мынау терезесі. Так, аяқтар, айналардың барлығы сау. И мына жерден повреждениесі дөңгелектен тиген. В принципе, фарлардың бәрі өз орнында, барлығы сау. Жақсы. Так, ішін көрейік. Так, енді действительно ішін мусор болды екен. Не едіміз? Не деген мусор мынау? Осы себепті биоқаза жабыстырып қойған ғой. Так, капот алсын көрейік. Мусорный свалка, он действительно сантехник па или дорожник па. В общем, рабочая машина. Так, скорее всего, аппарат отырып болған. Қызының бәрін сыртқа шығарып, толықтай қарап көретін боламыз. Не бар, не жоқ деп. В целом, машинаның состояниесі дұрыс сияқты. В целом. Кожалар дұрыс. Мелкий мында моменттері бар, сынып қалған. Все. Так, қазір от алдырамыз, капотты ашып, майын тексеріп. Жақсы, таза. Так, бұның плюсы мынандай тұр. Паутина басып кетті. Мына жақтың барлығы. Болды, қазір шығарамыз, сосын тағы түсіріп жібереміз. Машинаны қойып кетті. Мынандай старый модельдерде бар екен. Барлығы келіп, хозяиндарын күтіп тұр. Қазір осы жерден барлығы қарап алады да, сосын арғай сыртқа шығарады. Темір шын алып келді. Қазір от алдыратын боламыз. Тоже көтін жетіп атырмыз. Дай. Плюс и минус. О. Оживление. Опа. Так. Так, көкім дұрыс темадылық. Пошла жара. Не хватает. Аккум, походу, севший, да? Не хватает его мощности. Мощности не хватает. Так, еще раз. Ну. Нету. Так, машина аккумулятор отырып қалған сияқты. Мына жерден бір аккумулятор алып келдік, бірақ бұл елу емес, шамасы жетпей жатыр. Қазір елу алдыртамыз. Сосын толтырып көреміз.
орталығы шамасы жетпей тұр вроде. Сейчас ішін көрсетіп жіберейік. Ішінде қандай мусор болып қалған. Қора, жіп, строительный заттар, шуруповерт бәрі бар. В целом таза. Веревку на всякий пожарный надо. Вот это что такое, ёбаный рот. iPhone 4 зарядка, блядь. В общем, ішінің бәрі хлам ғой, мусор. Поэтому биохазар наклеили. Мусорны пакетке жинап жатырмыз. Ебать, тут мусора больше, чем с кафе, блядь, за месяц. Новое. Процесс оживления әлі болып отыр. Қазір компьютеріміз қылып отыр. Қоймай жатыр. Артында аккумулятор ауыстырдық. Оригинальный боевой ішіне қойдық. Бірақ сонда да күш жетпей жатыр. Местный жігіттер осы жердегі аккумуляторлар шешіп алып сөйтіп сатады осы жерде. Жақсы болса шешіп алады. Цилиндрlar двигается. В общем, машина оталмады. Автобусқа салып жібереміз. Руславида жинап алатын болды. Қазір мына эвакуаторға атады. Ал біз өзіміз дәлдікқа дүниеге кеттік. Втираю в десну заморозку для скул. Сажусь в студийное кресло, как на электрический стул. Пятые сутки не сплю, и в этом есть... Доброе утро. Мына деген көрініс оң жақта море. Сол жақта тау. 24-ші этаж. Демалып алдық. Енді дальше кеттік. Ары қарай Руславияға қайтамыз. Lexus GX 460 4.6 2016 жылға 126 миль жүріп өткен. Сап тұрған бағасы $26,500. Құрметті көрермендер, сіздер маған көптеген сұрақ қоясыздар. Оның ішіндегі ең актуалды екі сұрағына жауап бере кетейін. Біріншісі, сіздер границадан қолма-қол қанша ақша алып өте аласыздар? Сіздер границадан қолма-қол адам басына тек $10,000 ғана алып өте аласыздар. Одан артық болып кеткен жағдайда сіздерге уже декларация толтыру керек болады. Екінші сұрағымыз, ол USDT криптовалютамен төлем жасауға болады ма деген. Оның да шешімін таптық. Грузия мемлекетіндегі ең ірі крипто айырбастау орталықтарының бірі All Trust Me компаниясы. All Trust Me компаниясы заңды түрде лицензиясы бар. 2019 жылдан бері осы Грузия мемлекетінде жұмыс жасап жатқан сенімді крипто айырбастау орталығы. Сіздер онлайн және офлайн айырбастау жасай аласыздар. Онлайн айырбастау жасау үшін көрсетілген төмендегі сілтемеге өтесіздер, немесе QR код арқылы өтсеңіздер болады.
Ал офлайн айырбастау үшін Тбилиси және Батуми қалаларындағы офистарына барсаңыздар болады. Сағат 11:00-ден бастап кешкі сағат 21:00-ге дейін жұмыс уақыты және үздіксіз жұмыс жасайды. Айта кетер жағдай, сіздерге қолайлы болу үшін жақында Рустави қаласында офистар ашылады. Менің промокодым арқылы өтсеңіздер, сіздерге 15% жеңілдік бар. Және All Trust Me өте қолайлы, ыңғайлы және пайыздары өте тиімді. Все? Та-дам! Наконец-то. Вот она. Наконец-то келді. Так, по нему. Что скажем? Вроде нормально. Пампелер сықпыпты. Так, енді стойкаға барған ба, бармаған ба, ол жағын стойкадан майысқан екен сәл, е? Так, машинаны енді полный қарап шығайық, сосын сыртқа шығарып, тағы да бір түсіріп жіберетін боламыз. Так, іші салондар, мына жерінде кішкене портағы бар әрине. Ішінде, опа, сәл көгере бастапты. Енді 5 ай күттік машинаны, 5 айда келді ғой. Бұл айтқанда. Татау резинкалар жабысып қапты уже. Азап көріп химчистка жасау керек. Машинаға химчистка жасау керек, жақсылап тұрып. Ұзақ келгеннен кейін осындай болады, енді амал жоқ. Бірақ қарфақса таза еді вроде. Осылай. Так, машинаны полный қарадық, вроде барлық жері фотодағыдай. Бірақ единственный алдыңғы бамперлері что-то астындағы защитпілер жоқ екен. И мыналарын қарамен көтерген кезде сәл жыртып жүрген сияқты. Фаралары сау, астың барлығы сау. Мыналарын қайтып реттейміз кейін. Так, есік ашылмайды. Астта есік жабылмайды екен. Аккумулятор отырып қапты. Лобовойда трещина бар екен. Так, под капотом пространство, да? Пространствоның барлығы вроде жақсы. Қазір майын тексеріп, сосын шығарайын сіздерге тағы да түсіретін болам. Аккумуляторын жалғадық, машина сполпинға оталды. Қазір кішкене оталып тұрсын. Сосын шығаратын боламыз. Кезекті соңғы автокөлігіміз қаңтар айындағы заказ берген. Бұл көлік, бұл айтқанда 5 айда келді. Леон Транс арқылы заказ бергенбіз. Енді қазір бірнеше қиындықтар болды, документтерінде кішкене түспеушіліктер болды. Бүгін целый осы бір машинаның артынан жүрдік, шығарып алдық, оған да Құдайға шүкір. Бұйыртса енді сол жақ беттен удар алған, бұны жасатып аламыз. Бұл автокөлік қаңтар айында заказ берілген, одан бері 5 айда келді. Хорошо, өзіміздің көлік, клиентке емес. Клиентке болса кішкене түспеушілік ұрыстар болып қалар еді. Алдыңғы көлігіміз жаңа BMW-де ол да қаңтар айында заказ берілген, ол да өзімізге болатын. Ол да осы жақында бір апта бұрын келді. Мінекей екінші көлігіміз өзімізге деген. Басқа клиенттердің февраль айында заказ берген көліктеріміз олар уже келіп Қазақстанға кетіп қалды. Сондықтан еш қорықпастан заказ берсеңіздер де болады. Не айтамыз? Леон Транс арқылы
заказ бердік, келді, бәрі дұрыс, бірақ жаңағыдай обслуживание жағы кішкене қиындау, қызмет көрсету жағы. Біз енді Қазақстанда қанша дегенмен қызмет көрсету нашар дейміз, бірақ соның өзінде оған да Құдайға шүкір екен. Осы бары. Енді келесі аукциондарда басқа компаниямен ойнайтын боламыз. Кішкене сөзбештіктер болғаннан кейін кішкене көңілі қалып тұр әзірше. Пока осы. BMW бойынша алдыңғы бұл жерде мотор кеткен, аукционнан келген. Оказывается, өткен жол оталдырамаған едік. Сөйтсек, кілті өзінікі емес, там просто прошивать ету керек, қайта новыйын салу керек, оның бәрін жасадық. Енді моторын $2,5 қайтып полностью перебирать етіп жатыр. Мотор кеткен екен. N55, N55 X5. Мына BMW пятерка, екеуінің моторлары бірдей, 3-литровый. Осылай коробкасы қазір артында жатыр. Коробкасының барлығы жақсы. Технический, в принципе, только мотор и, по-моему, бензин насосын тексеру керек. Остальное қалғанның барлығы жақсы. Қазір енді мотор жиналып жатыр мұнда. Терезесін уже алып қойғанбыз. Терезесі тұр, оны салу керек. Осы жерден шыққаннан кейін оның бәрін жинап реттейтін боламыз. Так, Камриді алып келдік. Камриді бұйыртса жуып шайып тазалап алдық. Енді мына екі есігін ауыстыру керек. Боятып жасатып алу керек. В целом состояниесі технически өте жақсы. Мына жағында мынау несі бар. Зақымданған жері бар. Осы жерді реттеп жібереміз. Қалған жерлердің бәрі өте жақсы, өзінікі родной. Технический состояниесі айтып тұрмын, өте жақсы. Трассалар арда берде көрдік, жүріп көрдік, айдап келдік. Өте жақсы. Көңілден шықты. Салоны 70-іңді ауысқан деп жазылған Toyota центрде. Расымен де салоны ұнып-ұнып болып тұр. Салоны негізінде сері цвет болған, сұр түсті. Автосалоннан шыққан кезде 70.000 мильде Toyota центр өзі полный салонда ауыстырған. Қара түске. Бүгінгі жаңалығымыз осы. И все? Иди. Так, тряпку сниму. Понял? Иди, да? Иди. Вот сейчас смотри, тряпку сниму. Добро. Иди. Давай. Просто прикинь, шлюхай бензин уже давай. Я сегодня же купил вам время. Мотор полностью капиталдан шықты. Қазір бактегі бензиндерді төгіп құятын болады. Бактегі бензин ашар. Такой положу, может, одеть? Так. Так, выпусти заново. Не работает. Бүгін бізде жаңбырлы кешіміз басталып кетті. Так, BMW-лер бойынша алдыңғы BMW, бұның қазір моторын полностью капиталка жасап, $2,5 қазір шықты. Қазір енді апқат сәтетін боламыз. Мына BMW-ді Америкадан бүгін келді.
Тоже комплектациясы былай жақсы. Бұның да мотор кетіп тұр. Мотор май шашып тұр. Сол себепті енді бұның да моторын капиталға жасайтын болады. Бұйыртса ертең осыны кіргіземіз орнына. Обкатысын өткізіп, сосын қалған обвестерді кигізіп Қазақстанға салып жіберу керек болады.